Сәлеметсіздер ме, құрметті менің таразы белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2024 жылдың қазан айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең басты мәселе бұл сіздердің асцендент белгілеріңізде. Мен әр видеомда айтып жүрмін, асцендент белгілеріңізді де бірге қараңыздар. Егер білмейтін болсаңыздар, астында ссылка бар, Инстаграм, Телеграм каналдарыма тіркеліп, сол жерде жазсаңыздар анықтайтын боламыз. Енді асцендент дегеніміз не екенін бұл жерде айтпай қояйын. Ол туралы менің каналымда видео бар, сол видеоны көрсеңіздер сіздерге түсінікті болады. Асцендент дегенді түсінбей жатқан жаңадан қосылған көрермендерім, асценденттеріңіз бойынша қараңыздар, 50-де 50 қараңыздар. Енді таразы белгісі үшін осы қазан айы қандай болмақ? Ең бірінші тоқталатын мәселе бұл айдың басында екісі күні болатын күннің тұтылуы. Мен алдында видеода айтқан болатынмын, алдыңғы айдағы видеода күннің тұтылуы, айдың тұтылуы кезінде біз коридор затменияға кіреміз, яғни бұл біздің өмірімізде глобальный бір өзгерістер алып келеді. Ұйықтап қалмай осы кезде өзгерістерді қабылдау керек, өзгерістерге қарай жүру керек, яғни өзгерістерді қабылдап сол бойынша әрекет етіп, қандай да бір өзгерістер жасау керек өз өміріңізде. Енді таразылар, сіздер үшін өте маңызды бұл күннің тұтылуы, өйткені сіздердің бірінші секторларыңызда болады. Яғни сіздер до и после болып өзгеретін боласыздар. Енді бұл бірінші секторда болған деген бұл өте маңызды, өйткені бірінші сектор бұл біз өзіміз, сіз, яғни сіздің әрекет етуіңіз, сізді басқалардың қалай көруі, басқалар алдындағы авторитетіңіз, немесе жалпы сіздің осы өмірдегі маскаңыз, бетіңізге киіп жүрген. Енді сіз мүмкін қандай анасыз, мысалы сіз ана болуыңыз мүмкін, сіз мысалы бизнесмен болуыңыз мүмкін, немесе сіз біреудің қарындасы болуыңыз мүмкін, біреудің әпкесі болуыңыз мүмкін, біреудің әйелі болуыңыз мүмкін, күйеуі болуыңыз мүмкін. Сіздің яғни бұл өмірде бір емес, бірнеше позицияңыз бар, бірнеше маскаңыз бар. Енді бірінші секторда болады, бұл жерде бір емес 6 планета бір нүктеде қосылатын болады. Яғни жаңағы айтқандай сіздер до после болып өзгересіздер. Сіздерде ең бірінші өзгеріс өздеріңізден басталады. Сіздің көзқарасыңыз, сіздің басқа адамдармен қарым-қатынасыңыз, яғни сіздің натураңызда қандай да бір өзгерістер болады. Сіздің бет әлпетіңіз, сіздің түр келбетіңіз, дене бітіміңізде өзгерістер болуы мүмкін. Енді әр адамда әртүрлі өзгеріс болады. Осы кезде мүмкін сіздің статусыңыз өзгереді, жаңағыдай үйленуіңіз мүмкін, үй болуыңыз мүмкін. Енді алдыңғы айдың тұтылуы сіздердің 6-шы секторларыңызда болған екен. 6-шы сектор бұл сіздің жұмысыңыз, сіздің денсаулығыңыз мүмкін. Сіз осы күннің тұтылуынан бастап өзіңіздің денсаулығыңызға көбірек көңіл бөлесіз, жаңағы дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, дене бітіміңізді дұрыс қалыпқа, мүсінге келтіру, арықтау, немесе кішкене салмақ қосу деген сияқты өзгерістер болуы мүмкін. Одан кейін алдыңғы айдың тұтылуы болған жер бұл сіздің әдеттеріңіз, яғни сіздің қандай да бір әдеттеріңіз, бұрыннан қалған әдеттеріңіз. Өйткені осы күннің тұтылуы кезінде айтып тұрмын, стелиум болады, барлық планеталар бір нүктеде шоғырланатын болады. Шоғырланғандықтан бұл күннің тұтылуының энергиясы өте мощный болады деген сөз. Яғни сіз бұл жерде өзіңіздің қорқыныштарыңыз, өзіңіздің жаман әдеттеріңіз, сіздің бұрыннан қалған әдеттеріңізден құтылатын боласыздар. Солармен жұмыс жасайтын боласыздар. Яғни сіздерде бірінші қадам басталады осы кезде. Енді бұл сіздерде осы айдың басынан басталады. Өзіңізді өзгертуге деген қадамыңыз басталады. Немесе алдыңғы айдың тұтылуы бойынша сіздердің жұмысыңыз өзгеруі мүмкін. Резко сіз жұмысыңызды өзгертесіз. Алдыңғы айдың тұтылуы бойынша сіздер ойландыңыздар, толғандыңыздар, жұмысыңызды өзгертуіңіз мүмкін осы кезде. Яғни сіз өзіңізді қолға алып, өзіңізге шын мәнінде ұнайтын жұмысқа көшуіңіз мүмкін. Ондай да өзгерістер болады. Енді әркімде әртүрлі өзгеріс болады. Ол сіздің өзіңізге байланысты болады. Сіздің денсаулығыңызға байланысты, сіздің дене бітіміңіз, дұрыс тамақтануыңыз, одан кейін сіздің жұмысыңыз болуы мүмкін. Одан кейін 6-сынан бастап Марс планетасының жүрісі баяулайтын болады, яғни оның жылдамдығы баяулайды. Яғни сіздің карьера мәселесі екінші планға өтетін болады. Яғни сіз бірінші өзіңізді қалыпқа келтіресіздер, өзіңізбен жұмыс жасайсыздар, карьера уже одан кейін болады. Яғни сізде осы уақытта қандай да бір проекттар болып жатса, жұмысыңызда қандай да бір қызу жұмыстар кішкене баяулайтын болады. Немесе сіз жұмыс іздестіріп жатқан болсаңыздар, сіздер ойлана бастайсыздар. Тоқта, мына жерде маған не керек, мен бірінші анықтап алайын деген сияқты. Яғни карьералық жолға, карьераны жасауға сіздер асықпайсыздар. Қандай да бір сіздерге ұсыныстар түсіп жатса, сіздер өте баяу ойланатын боласыздар, бірден келіспейсіздер. Ойланасыздар, сіздерге керек па, керек емес па деген сияқты осындай мәселелер болады. Енді айдың екінші жартысында сіздердің
бұрын бір қалып кеткен қарыздарыңыз шығуы мүмкін, немесе айдың екінші жартысында сіздер бір рискованный бір жұмыстарға ақша салуыңыз мүмкін. Осы кезде адамның кішкене құмарлығы оянуы мүмкін. Осы кезде бір опасный жерлерге ақша салудан өте абай болу керек. Әсіресе бұл жерде Венера планетасы тұр, бұл ақша мәселесі болуы мүмкін. Екі түрге бөлінеді. Енді бұл жерде біреулерде ақша мәселесі болады, ақшамен рисковать етеді кейбір адамдар, ал кейбір адамдар өзінің самооценкасымен жұмыс жасайтын болады. Яғни сіздің самооценкаңызды көтеру керек болады осы моментте. Енді әркімде әртүрлі ситуация, либо біріншісі, либо екіншісі болуы мүмкін. Одан кейін 17 қазан күні бізде ай туатын болады. Ай туған кезде плюс-минус 3 күнге дейін әсер етеді. Ай туған кезде өте эмоциональный период, өйткені ол кезде ай өзінің апогейіне жетеді, яғни өзінің фазасының кульминациясына жетеді. Сондықтан бұл кезде көп адамдар эмоционировать етеді, кішкене көңіл күйіңіз болмауы мүмкін, осы кезде кішкене ашушаң болуыңыз мүмкін, қатты сөз айтуыңыз мүмкін, ондай ситуациялар болады. Енді бұл айдың толуы сіздердің 7-ші секторларыңызда болады, сондықтан бұл сіздің қарым-қатынас секторыңыз. Осы кезде өзіңіздің партнерыңызға, өзіңіздің сүйіктіңізге деген агрессияңыз кішкене жоғары болуы мүмкін. Яғни сіздер эмоционалды түрде қатты сөйлеп, қатты сөз айтып тастауыңыз мүмкін. Жалпы енді таразы белгісі бізде компромистің белгісі, барлығын жақсы жағына қарай шешетін белгі, және қарым-қатынас таразы белгісі үшін өте маңызды, және ол жердегі баланс та таразы белгісі үшін маңызды. Сондықтан осы айда өте абай болыңыздар. Екінші жартысында айдың әсіресе өзіңіздің сол қарым-қатынастағы балансыңызды бұзып алу қаупі өте жоғары болады. Қатты эмоциональный боласыз, яғни артыңызды ойламайсыз. Осы кезде бірден айтып тастайсыз, шарт айтасыз да, арт жағы не болатынын сіз одан кейін барып ойлауыңыз мүмкін. Негізі сіздер бірінші бір нәрсені айтардан бұрын ойланасыздар, сіздер арты қалай болады деген сияқты последствиясын ойлайсыздар да. Бірақ осы моментте жаңағы жұлдыздар сіздерге қарсы жұмыс жасайтын болады, яғни сіздер последствияны ойламайсыздар, главный айту. Сіздерге главный айту болады осы кезде. Сондықтан осы моментте өте абай болыңыздар. Одан кейін осы айдың толуы кезінде большой квадрат деген напряженный аспект болады. Жалпы осы айдың толуы напряженный аспектта өтеді. Сондықтан бұл жерде сіздер сіздерге түскен ұсыныстарға бірден жоқ деп айтудың қажеті жоқ. Бағана айттым ғой, сіздер көп ойланасыздар деп, қандай да бір ұсыныстарды сіздер ұзақ ойланатын боласыздар. Сондықтан сіздер көбірек ойланыңыздар, бірақ та жоқ деп үзілді кесілді жаңағыдай өзіңіздің жауабыңызды бірден беруге асықпаңыздар. Бұл жерде ең маңызды нәрсе осы, өзіңіздің жауабыңызды асықпай беруіңіз керек. Осы айдың толуы кезінде сіздер айтып тұрмын, эмоциональный боласыздар, өзіңіздің жаңағы арт жағыңызды ойламайсыз, последствияны ойламайтын боласыздар, бірден айтып тастауыңыз мүмкін. Сондықтан осы жерде айтатыным, ойланыңыздар, өздеріңіздің бұрынғы позицияларыңыздан көбірек ауытқымаңыздар. Енді таразылар, сіздерге осы ай өте бір сондай переходный бір басқа жаңа этапқа өтетін бір переходный кезеңдердің бірі болады. Сондықтан осы күннің тұтылуын міндетті түрде өздеріңізге жақсы жағына қарай пайдаланыңыздар. Сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.